Қайырлы күн оқушылар, сіздермен бірге Аяң апайларыңыз. Мен сіздерге қазір курс жоспарын түсіндіретін боламын. Жалпы бізде курс екіге жіктелінеді. Біріншісі айлық курс, екіншісі бізде жылдық курс. Айлық курста бізде яғни курс ұзақтығы 5 айға созылады. 2 айда биорганика, 2 айда органика, 1 айда сіздер жалпы тереңдетілген химияны оқитын боласыздар. 5 айда толыққанды курсты бітіресіздер. Бізде енді курс жоспарына сәйкес аптасына 3 рет сабақ салынады. Аптасына 3 рет бізде үй жұмысы беріледі. 3 үй жұмысының 3 рет бізде қатемен жұмыс сабағы салынатын болады. Бұлар бізде дайын форматта беріледі. Не үшін дейтін болсаңыздар, өйткені бізде биылғы жылы мысалы оқушылар ұбт-ға кіретін болса, олар мысалы сентябрьде оқып кеткен болса, олар қайттан қайталағысы келеді. Қайталаған кезде мысалы үй жұмыстары, қатемен жұмыс сабақтары олар дайын форматта тұрмайтын болса, оларға қайтадан курсты бастан бастап өту керек болады. Сол үшін не істейді? Оларға ыңғайлысы дайын форматта беріліп отырғандығы. Любой жерде, любой уақытта көре алады. Яғни бізде мына 3 сабақ, 3 қатемен жұмыс сабағы, одан кейінгісі бізде кітап талдау, осылардың барлығы дайын форматта беріледі сіздерге. Арнайы платформаға салынады, содан сіздер көретін боласыздар. Одан кейін бізде жаңағы 3 кітап талдау салынады. Білесіздер, кітаптарды біз толыққанды талдаймыз, одан кейін біз соны жалпылама береміз, записін оқушылар көреді. Ол өте пайдалы. Кейбір курстарда мысалы кітап талдау деген дүние жоқ. Соның кесірінен оқушылар теориядан қадалып жатады. Бірақ бұтыда 70% теория, 30% ол есеп келеді. Сол үшін есеп пен теория қатар жүру керек негізі. Сол үшін бізде кітап талдау беріледі. Одан кейін аптасына 2 рет тікелей эфирде практикалық сабақ болынады. Яғни практикалық сабақта біз есептер талдайтын боламыз. Одан кейін бізде жалпылама зачет болады. Зачет аптасына 3 рет болады. Бірінші зачет бізде база тапсыру, яғни арнайы файл беріледі, соны біз ауызша жалпы зачет ретінде сұрайтын боламыз. Одан кейін бізде екіншісі жазбаша зачет, яғни реакция бойынша есеп бойынша. Оқушылардың көбінің қателігі биылғы. Олар бізде реакция білмейді, есеп шығара алмайды соның кесірінен. Есеп шығара алмайды жалпы. Бізде енді үй жұмысында практика өте көп, есептердің яғни саны көп. Сол үшін оқушылар бізде биыл өте жоғары балл жинады. Яғни бір айдың ішінде мысалы 20 балл, 25 баллға дейін прогресс жасаған оқушыларым болды. Оның барлығының себебі ол бізде өйткені біздегі үй жұмыстарының форматы ерекше. Үй жұмысына біз слив сұрақтарды қоямыз, нағыз ұбт-да келген. Үй жұмыстарын, жаңағы сабақты, зачет файлын, кітаптың талдануын, бүкілін біз жыл сайын жаңартып отырамыз. Соның арқасында оқушылар не істейді? Қиналмайды. Оқушыларға мысалы былтырға базаны беретін болсақ, олар мысалы кішкене қадалып қалуы мүмкін, өйткені оқушылар биылғы сұрақтарды білмейді деген сияқты. Сол үшін біз не істейміз? Жыл сайын бүкілін жаңартып отырамыз. Биыл да біз жаңартып жатырмыз. Одан кейін бізде 2 аптада 1 рет кураторлық сағат болады. Кураторлық сағат не үшін болады? Өйткені жалпылама кураторы кеңестерін айтады. Мысалы, биылғы жылғы 10-на басталатын ағымның кураторы ол бізде Ақнұр апайларыңыз. Ақнұр апайларыңыз сіздерге өзінің ұбт оқиғасын айтады. Мысалы, мотивациялық эфирлер өткізеді. Ақнұр бізде 48, 50-ден 48 алған. Менің 2 жыл қатарынан оқыған оқушыларымның бірі. Ол бізде химиядан 50-ден 48 алды. Сондықтан сол кураторларыңызбен жалпы байланыс орнатасыздар. Химиядан деңгей өте мықты. 2 аптада 1 рет бізде пробный болады. Пробный ол ұбт-да нақты келген бір пробныйды аламыз да, сол бойынша пробный алып отырамыз, яғни 50 балдық жүйеде. Одан кейін бізде бағанағы аптасына 3 рет алынатын зачеттің ұзақтығы 7 минут болады. Яғни общий 15 сұрақ қойылады. Теориялық, сол 15 сұрақтың 3-еуіне жауап бере алмайтын болсаңыз, онда перезача болады. Перезача, яғни қайттан тапсырасыздар. Одан кейін бізде ата-анамен кері байланыс болады, аптасына 1 рет. Осы енді курстың жүйесіне сіздерге если 5 ай бойы қатарынан оқитын болсаңыздар, плюс 1 ай сіздерге тегін беріледі. Яғни 6 ай сіздер курста оқисыздар деген сөз. Одан кейін сіздердің сабақтарыңыз сақталынып тұрады, ешқандай жойып жіберу, сақталмай қалу, ұбт кезінде мысалы көмектеспеу деген сияқты болмайды. Биылғы жылғы мысалы менің интенсивімді даже
курсымда алған оқушылардың барлығына мен толыққанды соңына дейін көмектестім, соңына дейін апардым. Тура сол сияқты биылғы жылғы сіздерді алып отырған оқушыларым, сіздерді де мен соңына дейін апаратын боламын. Сондықтан курсқа тіркелсеңіздер болады. Мына жерде экранда бізде жалпы нәтижелер көрсетілетін болады. Нәтижелерді қарап шықсаңыздар болады. Бұл жерде биылғы жылғы нәтижелер ғана. Инстаграмға кіретін болсаңыздар, оның алдыңғы жылғы нәтижелер де бар. 50 балды алған оқушылар да бар.